Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасын табыстау рәсімі басталады. Құрметті президент Садыр Нұрғожаев Жапаров, сізді қырғыз халқын алға бастап келе жатқан нағыз көшбасшы, білікті саясаткер деп бәріміз білеміз. Қырғызстанды көркейту жолындағы қажырлы еңбегіңізді жоғары бағалаймыз. Салиқалы саясатыңыздың арқасында еліңіз дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Қырғыз экономикасы жоғары қарқынмен дамып келе жатыр. Өзіңіздің бастамаңызбен түрлі салада тың ауқымды жобалар жүзеге асырылып жатыр. Әлеуметтік салада ғылым, білім жүйесінде ауқымды өзгерістер жасалуда. Мұның барлығы Қырғыз елінің экономикасын нығайтып, халықаралық сахнадағы абырой беделін арттыра түсетіне сөзсіз. Сіздің көреген қадамдарыңыз аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізді. Парасатты басшылығыңызбен бауырлас қырғыз жұрты бұдан да биік белестерді бағындыра беретіне кәміл сенемін. Біз бір туған бауырлас ел ретінде Қырғызстанның барлық жетістіктеріне шын жүректен қуанамыз. Қазақ пен қырғыз ежелден еншісі бір, ағайынды халықтар, салт дәстүрі мен тарихы ортақ елдер. Біздің тіліміз бен діліміз, атымыз бен затымыз ұқсас. Бүгінде елдеріміз арасында өзара сенім мен сыйластыққа негізделген қарым-қатынас орнаған. Одақтастық рухындағы байланысымыз нығайып келе жатыр. Қос мемлекеттің стратегиялық әріптестігі қарқынды дамып жатыр. Сіз бұл іске өлшеусіз үлес қосып жатсыз. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында қазақ-қырғыз ықпалдастығы жаңа қарқын алды. Стратегиялық әріптестікті тереңдетуге бағытталған тың бастамалар көтерілді. Мемлекеттеріміздің мүддесіне сай жаңа ортақ жобалар қолға алынды. Маңызды бастамалар қос халыққа тән шынайы бауырластықты көрсетіп, достығымызды одан әрі бекемдей түседі деп санаймыз. Қазіргі алмағайып кезінде осы ынтымағымызды күшейтудің айрықша мәні бар. Себебі біздің мызғымас бірлігіміз, баға жетпес байлығымыз. Жоғары мәртебелі президент мырза, Қырғыздың залқар ақыны Тоқтағұл Сатылановтың жақсы адамның белгісі ел қамы үшін күйінер деген сөзі бар. Сіз Қырғыз елін өркендету жолында табанды еңбек етіп, халқыңызға адал қызмет етіп келесіз. Сондай-ақ халықтарымыз арасындағы достық қарым-қатынасты нығайта түсуге орасан зор еңбек сіңіріп жатсыз. Мұны барша қазақ жұрты жақсы біледі. Осыған орай мен сізді Қазақстан Республикасының ең жоғары мемлекеттік наградасы Алтын Қыран орденімен марапаттау туралы шешім қабылдадым. Бұл награда қазақ елінің сізге және бүкіл қырғыз халқына деген ерекше құрметі мен шынайы алғысының риясыз белгісі. Қазақ-қырғыз халықтарының ынтымағы арта берсін. Достығымыз мәңгі болсын. Енді рұқсат болса рәсімге көшеміз. Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға қосқан айрықша үлесі үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожаев Жапаров Алтын Қыран орденімен наградталсын.